Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Ереке, көңіл күйіңіз жалақыңыздан да төмен ғой. Жалақы төлемесе көңіл күй қайдан болады? Жұмыс болмаса кім саған жалақы төлейді? Ой, бардым бүгін. Жұмыс жөнінде сөйлестім. Неге екенін білмеймін, алмай қойды. Туыс керек. Онсыз болмайды. Сен мына көйлекпен бардың ба? Иә? Мына көйлекпен сені туысқан да жұмысқа алмайды. Тым болмаса үтіктеп бармайсың ба? Әлде үйде үтік жоқ па? Үтік бар. Әйел жоқ. Өзің үтіктесең қолың сынып қалмайды. Алды үтікте. Дауыс көтерме маған. Сен маған бастық емессің. Сенде бастық та жоқ. Айналайын, бастық болса мен де қуанар едім. Жұмысы жоқта қайдағы бастық? Айқайлама. Өлі, қолындарым не болып жатыр? Біз кешегі киноны айтып жатқанбыз. Мұстафа, Фатимаға айқайлама деді да? Содан кейін табаншасын қалтасынан алды да? Айналдырып. Фатимаға қарап тұр. Дұрс. Өлі. Фатима өліп қалды да? Мұстафаға қорқынышты көрініп түсіне күнде кіре берді. Солай ма? Өлі. Қиын екен. Ой, қиын екен. Ай. Менің келінім қандай керемет, жұмыстан келе салып, қамыр аштып, нан үйлеп, бауырсақ пісіріп жатыр. Қалай гына үлгереді десеңші, неткен ғажайып, Қалай несі? Өзіме ұқсаған ғой. Ой, жаным. Құдағы, әлде маған ұқсаған ба? Үй емес, кәдімгі жатақхана. Бір пәтердің ішінде шырқырап 7 адам жүреді. Сенесің бе? Душқа түсу үшін кезекті күні бұрын алу керек. Аспазшы болып жалданғандаймын осы үйге. Мен дайдым бүкіл отбасына тамақты. Асты тез әзірлегіңіз келе ме? Асыққанда қолыңызды байлайтын не нәрсе? Өтпес пышақ қолыңызды ойып тастады. Ендеше мынаған қараңыз. Найсыр, слайсыр, электрокескіші. Қанеки, оны іш жүзінде тексеріп көрейік. Алдымен жай пышақпен кесейік. Көрдіңіз бе? Ол жаңа піскен нанды өгітіп, ірімшікті жолындап тастады. Иә, ал енді найсыр, слайсырды алайық. Үймешені бассаңыз болды. Бар болғаны бір ғана қимал. Дастарханыңыз мейрамханада. Сабина, кейін
сабыр қылсам, я? Кейін. Слайсердің бағасы өт тарзан. Келіндерге таптырмас құрал. Алло, бұл теледүкен бе? Тапсырыс берейін деген едім. Бас. Ой, неткен ғажайып. Болик. Қалай дәл кесілген қараш? Дәмі қандай екен, Болик. Айдың жарқында біз ет жемейміз, есіңде ме? Өлі, қызым. Мынаны шүрекке кессем бола ма? Тіпті бағанан бері жамау. Тек икемі келмей ғой, жамап едім. Мама, бұны жамап не қылдыңыз, а? Бұл кавали ғой. Қайдан алдыңыз бұны? Шүбәлерден алдым. Ештеңе етпейді, қызым. Папам жаңасына береді. Мынау. Қызым-ау, ана чипәлердің іші астан кестен болып жат. Біреу келсе енді жат болады ғой, сосын сен жерге қарып қаласың ғой деп жатырмын ұялғаныңнан. Мама, ол жақты сізден басқа кім қарайды? Сіздер не қып тұрсыздар мұнда? Әкеңіз. Жаңа электр кешкі сатып алдық. Сен ойлап таптың ба? Мынандай табақтай бәле ет кесу үшін арналған ба? Мама, бұл бәрін кеседі. Етті де кеседі, қазын да кеседі. Бәрін. Өлі, ана пышақтың қажеті болмай қалдың ғой дейсіңдер. Қараңыз. Баса қойыңыз. Қараңыз. Құдағи, қараңызшы. Жылдам араңғайлы. Құдағи, қолдан келмейтін болғаннан кейін мынандай дүниені сатып аласың. Сатып аласың да сосын ақша жоқ деп бекерден бекер жылап отыратындар да бар. Қолмен жұмыс дегенше мынау жылдам ары ыңғайлы емес пе? Мен үй шаруасына пысықпын. Маған мұндай кескішіңіздің мүлде керегі жоқ. Онда тексеріп көрейік, құдағи. Өлі, тексерсек, төксерейік онысы. Сонымен, қатысушылар дайын ба? Дайын! Көрермендер, онда кеттік. Баста. Тоқта. Бұл раундта Жанел жеңді. Екінші раунд. Дайындалдар. Кеттік, дайындал. Бас. Бұл раундта Құдағи жеңді. Сонымен үшінші раунд. Шешуші. Тоқта. Сонымен тәжірибе жеңді. Кескіштердің бәрі мен кемпірімнің алдында жолда қалады. Ең бастысы әлде қайда арзан. Келесің? Қайырлы күн. Тыңдап тұрмын. Менің атым Марат болады. Қысқасы былай ғой. Мен Тыңдап тұрмын. сағыз беріңізші. 60 теңге. Келесің? Майдалап келіңіз. Келесі. Тағы да не керек? Сағыз. Келесің. Тағы
да сағыз ба? Жақ. Мен сіздің телефоныңызды алайын деп едім. Онда не қыласыз? Енді олай хабарласып, телефон соғып, әңгіме соғып дегендей, анау, мынау. Бұлай, қарызға еш нәрсені бер алмаймын. Анау, мұнау. Онда сағыз. Алыңыз. Салыңыз. Сонымен сайысқа қатысушыларды жариялаймын. Алаңның көк бұрышында сұлу, әрі пысық, әрі қолмен кір жуудың асқан шебері құдағиымыз Рәзия. Ақ бұрышта Жанел. Техникалық оңалыстың күшінің бәрі осының жағында. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Кеттік! Не болып жатыр өзі? Апам неге мен киімімді жуып жүр? Ол озық технологияларға деген жек көршілігін солай көрсетіп жүр. Қалай сонда? Кір жуғыштан жылдам әрі әлдеқайда таза етіп жуам деген түрі ғой. Қазір түсінесің. Айтпақшы, мені жұмысқа алғалы жатыр. Логистика саласында супервайзер болам. Ажырасқың келген үшін өкініп жүрген шығарсың. Жылап ал. Жеңілденіп қаласың. Сені көп көрмейтін қуаныштан ба? Жыламай-ақ жеңілдеп қалғаным. Жанел, менің бір ауыз сұрағым бар. Мәке, бұл жеке бөлмеміз, байқасаңыз. Мен саған емес, Жанелге келіп тұрмын. Жанел, маған шұғыл түрде сенің ақылың керек. Айтшы, мен сымбаттымын ба? Енді солай шығар. Не болып қалды? Еркек ретінде тартымдымын ба? Кімге? Мысалы саған. Енді қатты қызығып тұрмын деп айта алмайым. Неге сұрадыңыз? Менің болашақ әйелім маған көңіл аудармайды. Тіпті ол мені байқамайды да. Мәке? Үйленбек ойын ба? Кімге? Мәселе онда емес. Ол адам тіпті бұл туралы білмейді. Сонымен, Жанел, мен көріктімін бе? Ақылым бар. Сымбатым бар. Дәулетім бар. Ең бастысы өзімнің көлік кәсібім бар. Ойбай-ау, сонда оған не керек остырлар? Сізге сәл-пәл романтика жетіспейді. Менің мамамның әйел жүрегін жаулап алудың 10 тәсіл деген кітабы бар. Сіз соны оқыңыз, иә? Әйел жүрегін Я осындай ынтаңызды көрсе, қайда барады дейсіз? Мынаған не болды? Кітапты қайдан алам? Жақсы. Нөмір 2 тәсіл. Жайлап қыздың қолынан қыссаңыз, кез келген әйел өзіне көңіл бөлгенде жақсы көреді. Кеш жарық, қалампыр. Келесі! Қалампыр, мұнда екемізден басқа ешкім жоқ қой.
Мен саған айтып тұрмын ғой. Маған ба? Иә? Қалампыр. Менің сізге деген бір тамаша әнім бар. Қаласаңыз жүріңіз көрсетейін. Жүріңіз. Жүріңіз. Тұрыңыз. Жаманда тұрыңыз. Нашар әуен. Қалай нашар? Маған оңай. Қызбен келісу керек. Я, дұрыс айтасыз. Өте нашар әуен. Келесі. Тоқта. Сонымен бастайық. Бала. Тап-таза. Тіпті бар ғой, жаңа секілді. Жаңа кезінде бұл сары болатын. Ал қазір көгілдір. Ерболжан, көгілдір түс қазір тренди. Сіз бірыңғай көгілдір түсті айтып тұрған боларсыз. Ал мынандай алағұла дүниені сәнді деп ешкім айта қоймас. Қырғыз жұғышқа бәрін салам деп, ішінде көк орамал кетіп қапты. Ай, қызым-ай, қызым-ай. Саған 0 ұпай. Пап, құдеке, құдеке. Рахмет, апа. Бері келіңіздер. Қызым, бері ғой. Әділ сайыста қола алтын құдағимыз жеңді 1-0. Апа! Ау! Не бұнде? Қараңызшы! Ойбай, байқаусызда мен ыстық су құйып едім. Менің ойымша өте жақсы. Арықтатып көрсететін сияқты. Кәнекей? Сонымен әділ қазылық қателік. Жанел мен Разия тең түсті. Сонымен достық жеңді. Міне! Әйел затының ойлап таппайтыны жоқ. Ал соның бәріне төзіп бар қиындықты көтеретін. Тек еркектер. Әдейі істегенде ең сүйікті көйлектерімді алғанын қараш. Мырзалар, дүниенің қорлығы сол. Екі бірдей сүйіктінің болуы мүмкін емес. Сондықтан біреуін міндетті түрде құрбан етесің. Не әйеліңді, не көйлегіңді. Ой, көке, менен біреу сұрағандай. Енді жейдеңді мұсаң болады. Ең бастысы үйде әйелдер тыныш. Аллай десер. Ой, жанымай. Абдан қиналып біттім ғой. Біраз да дысты жуамын дедім де, мына күш қуаттан айырылдық қой. Деманыңыз құдағи, деманыңыз. Апа, қолмен жуып не азабын? Иә. Ыдыс жуғыштыр ғой. Сала салсаң болғаны. Болғанда қандай. Ана қазан табаның бәрі қап-қара қарамай. Әрең дегенде осы жуып шығардым. Мама, сіз табаны ысқыладыңыз ба? Әрине, май болғаннан кейін ысқыладым. Осылай саған кім тап-таза қылып жалтыратып береді, айтшы. Мама, ол тефлон еді ғой. Тефлон. Тефлон. Қалада қызығы екен-ау, ойлап таппайтындары жоқ ой. Тефлон. Сол арқалықта да құдағи.
Тефлон дегенimiz ол табанын сыртын күйіп кетуден қорғайтын зат. Ал сіз оны сықылап, қырып бәрін білдіріп тастапсыз. Сыға елге тефлонның қажеті жоқ, ештеңесі күймейді, қазандары да қап-қара емес. Құдағи, сізге тефлон керек емес, Сізге ыдыс жуғыш та жақпайды. Онда көрмейміз бе, құдағи, Кім бірінші жуып бітіретінін? Сіз бе әлде жуғыш па, Сөз боп па. Бұл шектен тыс шығып барады. Таза ыдысқа май жағып. Шықла бе. Жоқ, неге біз олардың өз еріктеріне жіберіп қоюымыз керек екен? Еркек деген атымыз қайда? Ербол, біле білсең, бұл әйелдердің қаны қайнаған кезде еркектер қалай етсем екен алған. Барып айтайық, біз бұл іспен айналыспаймыз еді. Балам, сен не барып айта аласың ба? Қалай қызым? Өлі! Бар күшімізді салдық. Ыдыс жуғыш бірер минуттан кейін бітіп қалады. Қара қызым, әкең екеумізді ұятқа қалдырып жүрме. Ауылбайлардың алдында көрсет қала пысығын. Айшал, тез-тез қимылдаса шүртанан тез-тез. Өзіңдікі де қарамашы. Жоқ. Аналар келіп қалмасын. Қарап тұр, мен мұнайыққа тұра салайын қазір. Қара дейм анайыққа тез-тез. Бұл дейін мені. Келіп қалмасын болды. Жаным-ай. Мен біттім. Мен де біттім. Онда тепеден деп жазып қояйық. Iya, озық технологияның жеңгені анық сияқты. Мамамның сүйікті итальяндық сервизі. Ерболдың сүйікті шынысы ешкімге сенбей өзі жуатын жалғыз зат. Спорт тәртібін бұзу. Мына екеуін жарысқа қатысу құқынан айыру қажет. Құдағи, міне сізге. Азан сүйрек сөзі өлтірік. Сен не жұмысыңды деп қойды ма? Ой, байқұс балам-ау. Әбден жұмысқа салған ба сені? Жоқ, апа, көңілімді қалдырды. Айтпақшы, мен оны істемейтін болдым. Біреу саған көз салды ма, әлде есіктің қасына отырысып қойды ма? Жанел, ояқта отыратын үстел де жоқ. Логистикалық супервайзерлердің бәрі жүк тасудан бастайды екен. Қандай жұмыс болса да, жұмыс істегеннің ұяттығы жоқ. Басыма сізін болды емес пе? Аржан көріп жатарсың, қызметінде өсер. Өсірмейді көке. Не? Не олардың мөлшерін орындаған жоқпын. Оның үстіне арқам ауырып, белім бүгілмей қалды, апа. Уқалап бір Жаным, алтын балам. Ол біздің тұқымда бар тұғын. Бізде өздеріміздің, біздің отбасының барлығының қолдары алтын, арқалары әлсіздеу болады ғой. Алтын екені рас. Епсіздігі де содан. Қолына іліккен ыдыс аяқ сына береді. Бітті.
бір жаққа кеткен тіпті жақсы. Дайындалып алайын. 9-шы кеңес. Гүл сыйлаңыз. Гүлден кез келген әйел бас тарта алмайды. Сіздің бұл қылығыңызға риза болған әйел сіздікі болады. Қалампыр, тек өзіңізге арналған. Тек өзіңізге арналған. Қалай еді? Қалай? Қалампыр! Қалампыр! Тек өзіңізге арналған. Тек өзіңізге арналған қалампыр. Жоқ. Келесі. Иә, Разия, мен сізді өте пысық әйел ме деп жүрсем. Міне балам, сен жақсы көретінің. Бұл енді Ерболдың ғана емес, мамамның да сүйікті кесесі болады. Жаныма мынау біздің екеуміздің ең сүйікті итальяндық сервисіміз ғой. Онда бұл кесе біздің үйдің бейбітшілік кесесі болсын. Иә? Болсын.